Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі ерекше, әдемі, керемет болып шығатын шелпектер дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 250 мл су, 250 мл сүт, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық құмшекер қосамыз. Және де қасықтың ұшымен пищевая сода қосып, жақсылап араластырамыз. 900 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Он сәл көбірек кетуі мүмкін. Ол ұндарыңызға байланысты. Бәрін електен өткізіп, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек, және қатты жұмсақ болмау керек. Орташа ғып илейміз. Жақсылап иін қандырып, илеп алатын боламыз. Илеген қамырымыз жақсы тыну үшін осындай салфанға немесе пищевая пленкаға орап, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды 7 бөлікке бөліп аламыз. Себебі біз бүгін 7 шелпек пісіретін боламыз. Бәрін дөңгелектеп, бетін қамырдың орамалмен жауып қоямыз, беті кеуіп кетпес үшін. Және осылай жекелеп, жақсылап, жұқалап, оқтаумен жаятын боламыз. Шелпегіміз қатты жұқа немесе қатты қалың болмау қажет. Табамызға майымызды қойып қыздырып, қызған қызбаған шпажкамен тексеріп, осылай шелпегімізді салып, екі жағын аударып отырып қуыратын боламыз. Қолдарыңызды абайлаңыздар, себебі май өте ыстық. Және де осы піскен шелпектерді жеке-жеке бір-бірден алып қоясыздар. Біріне-бірін жинайтын болсаңыздар, шелпектеріңіз майланып отырып қалатын болады. Сол себептен жеке-жеке тоқ суығанша жекелеп қойғандарыңыз дұрыс. Қағаз майлыққа немесе дастарханға түсіріп алуға кеңес берем. Сол кезде артық майлары сіңіп ағып кететін болады. Қалай дайындасаңыздар да өте әдемі, өте керемет болып шығатын рецепт. Мен соңғы 5 жылда тек осы рецептпен ғана пісіріп жүрмін. Себебі бұған дейін талай рецептпен пісіріп көрдім. Ең ұнаған рецепт осы. Дайындап көріңіздер, сіздерге де бұл рецепттің ұнайтынына сенімдімін. Шелпектер өте дәмді болып шығады. Хрустящий, іші жұмсақ, сондай әдемі, дәмі де керемет болып шығады. Рецепттер мұнаса лүпіл басып, пікір жазсаңыздар өте қуанышты боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.